Қайырлы күн, құрметті серіктестер. Мен тағы да кезекті видеомды түсіруді жөн көрдім. Ал енді қызықты мағлұматтардан құр қалмау үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Міне алдарыңызда көріп тұрғандарыңыз мына дайын биогумус. Естеріңізде болса, мен алдыңғы видеомда айтқан болатынмын. Мында 7 жәшікті қойып, шылаушандарды көшіруді бастаған болатын. Міне біз мына жерде 1 квадрат метрдей жердің шылаушанын алдық кеше алып, биогумустарды иледік. Сөйтіп, мына 1 квадрат метр жердегі шылаушанның өзі мынау жатқан 30 квадрат метр жерге кетті. Алдында біз ара қашықтығын бір жәшікті 1 метрге тастап жатқан болатын едік. Қарасақ, шылаушан өте көп екен. Сонан соң арасын жарты метрден тастап, мына 30 квадрат метр жерге шылаушан тастадық. Ал енді мында 40 квадрат метр жер дайын, 6 айдан асқан биогумус сатылуға дайын. Шылаушан алғысы келгендер және де биогумус алғысы келетіндер маған хабарласып алуларыңызға болады. Мен Келес ауданы Абай ауылында тұрамын, Түркістан облысы. Ал енді сіздерге айта кететін жағдай, мұнда біз шылаушанды 2 бағытта өсіреміз деп айттық қой. Бірінші бағытта шылаушанды көбейту. Шылаушанды көбейту үшін біз мына 30 квадрат жерге, қазір менде 1 квадрат метрден шыққан шылаушанды мен 30 квадрат метрге тастадым. Ол деген 20 мыңнан 30 мыңның аралығындағы шылаушан деп есептейміз. 1 квадрат метрде 20 мыңнан 50 мыңға дейін болады дейді. Мен 20 мың мен 30 мыңның аралығы деп айтайық. Кем дегенде мында 20 мың шылаушан тасталынды 30 квадрат метр жерге. Бұл деген шылаушанды көбейту бағытында кетті деп есептейміз. Ал егерде мен мына жерге миллион шылаушан тастайтын болсам, я болмаса 100 мың, 200 мың шылаушан тастайтын болсам, ол биогумус өндіру бағытында тасталды деп есептейміз. Өйткені шылаушандар аз тасталған кезде, олар біз азбыз деген оймен көбеюді мақсат тұтады да көбейе бастайды. Ал енді мында өте тығыз тасталынатын болса шылаушандар, олар айтады, біз көппіз. Мына тамақты жеп қорытуымыз керек дейді. Деген ойменен олар биогумусты тезірек өндіре бастайды деп айтады. Міне осылай 2 бағытта пайдаланамыз шылаушанды көбейту үшін және биогумус өндіру үшін. Қазір енді мында 30 квадрат метр жерде шылаушандар көбею мақсатында бір 20-30 мыңдай шылаушан жатыр деп есептейміз. 1 квадрат метр жерден алынған. Ал енді мынау содан шыққан мына биогумус. Кешегі менің бірінші видеомнан кейін-ақ маған 300 литр биогумус заказ келген. Сол заказды біз орындау үшін уже биогумус мына жердің биогумустарын алып, дайын биогумусты мында 40 квадрат метр жерде биогумустар жатыр ғой, дайын. Уже 7-8 ай болған, 6 айдан асқан биогумус. Біз соны сатылуға қойып бастадық. Ал енді мына жерді қараңыздар. Мына биогумустың астындағы, өндірген жердің астындағы жердің өзі өте құнарлы. Бұл жерге 15-20 см жерге дейін мына биогумустан шыққан вермичайлар астына сіңіп, 10-15 сантиметрге дейін мына топырақты өте құнарландырған. Тіпті мына жердің өзін 10-15 сантиметр қазып алып, топырағын, оны да өзіміздің керегімізге жаратсақ болады. Өйткені бұл өте құнарлы топырақ. Осы құнарлы топырақтың өзін біз 10-15 сантиметрдей алып, биогумус араластырып, топырақ араластырып, мына егіндікке пайдаланатын болсақ, ол бізге үлкен пайда алып келеді. Өйткені 7-8 ай бойы жатқан мынау биогумустың бүкіл чайлары, сулары, құнары астына сіңді жуылған сайын. Өйткені сұйық биогумус қайдан аламыз? Биогумустың өзінен аламыз. Биогумустың өзін жаңағыдай сұйылту арқылы, еріту арқылы біз сұйық биогумус аламыз. Ал енді жазы менен қысы жазы мында су құйылды, су құйылып, су төгіліп, ол сулар қайда кетті? Биогумустарды сұйық биогумусқа айналдырып, вермичайға айналып, жерге сіңді. Міне, бұл топырақтың өзі де өте құнарлы. Астында топырақтың өзін 10-15 сантиметр алсақ, бұның өзі де пайдалануға жарайтын өте құнарлы топырақ. Міне, қысқа ғана видеомда мен сіздерге вермичайдың пайдасы ретінде жайында, және де шылаушандарын 2 бағытта көбейтетінім жайында, және 1 квадрат метрдің өзінен біз 20-30 мыңдай шылаушан алып, 30 квадрат метр жерге тастағанымыз жайлы, және мына биогумустың өзін елеп, міне мына дайын биогумус, міне дайын биогумус, дайын.
міне дайын биогумус кәдімгі чай сияқты жатыр. Бұны енді пайдаға асыруымызға болады. Ал енді келесі видеоларда тағы да сіздерді толғандырып жүрген сұраққа жауап беру үшін жауап беремін. Келесі видеоларды жіберіп алмау үшін каналыма тіркеліп қолдап қойыңыздар. Мен сіздерді өзіміздің қатарымыздан күтемін. Қазақстанның жерін құнарландыру үшін қолымыздан келген барлық мүмкіндікті пайдаланайық.